Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгін бізде қонақта Шымкент қаласының тұрғын үй басқармасының басшысы Ғалымжан мырза. Енді ең басты бізде қоғамда өзектілігін жоғалтпайтын тақырыптың ауқымды мәселе болатын баспана мәселесі. Үй жоқтың күйі жоқ деп жатамыз. Мінекей қалай кезекке тұруға болады? Ол кезек қалай жылжиды? Кезектегілер үй жоқтарға қандай жағдайда оңтайландырылған баспаналы болуға, қол жетімді баспана алуға мүмкіндік бар? Бұл сұрақтардың барлығына бүгін Ғалымжан мырза жауап береді. Ал Ғалымжан мырза, қош келдіңіз. Саламатсыздар. Ең бірінші, өзіміздің Шымкент қаласының тұрғын үй басқармасының құрылымы туралы айтып өтіңізші. Үй қалай кезекке қойылады? Қол астыңыздағы қызметкерлер жеткілікті ма? Және кезекке қояр кездегі бүгінгі таңдағы ең ауқымды бағдарламалар туралы тоқталып. Рахмет. Құрметті қала тұрғындары, жалпы тұрғын үй басқармасы бүгін таңға 15 мемлекеттік қызметкермен жұмыс атқарып келеміз. Жалпы 3 бөлімге бөлінеді. Бірінші бөліміміз өзіміз әкімшіліктендіру бөлімі, екіншісі осы кезекке қою және тұрғын үй, арендалық тұрғын үй беру бөлімі, және де жекешелендіру және несиелік тұрғын үйлермен айналысатын 3 бөлімнен құрамында тұрады. Жалпы тұрғын үй саясатын жүргізуде біз қала әкімі берген тапсырмасы, жоғары тұрған өкіметтің берген тапсырмаларын орындаумен айналысамыз. Бүгін таңда жалпы Шымкент қаласы бойынша тұрғын үй кезегі өте өзекті мәселенің бірі. Және өзіңіз айтқандай, кезекке тұру мәселесі жалпы қалай? Бізде қазір екі жолмен кезекке тұрғызылады. Біріншісі халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы, өтінім беру арқылы тұрғызылады, және де егов арқылы үйден шықпай өзінің электронды кілтімен тұра алады. Екі жол. Біздің бұрынғыдай басқармамен келіп басқарма құжат тапсыру қазір толық тоқтатылған. Барлығы электронды. Электронды түрде автоматтандырылған жүйе. Қандай да кемшіліктер болса, оны база өз автоматты түрде тоқтатады. Жалпы кім кезекке тұра алады? Бірінші осы сұраққа тоқталсақ, өзіміз санаттарымыз бар. Адам бірінші қайсыда бір санатқа жатқызу керек. Санаттарға тоқтап өтетін болсам, ұлы отан соғысы ардагерлері, тұрғын үйге мұқтаж болып табылатын азаматтар, жетім балдар, және әке-шешесінің қараусыз қалған азаматтар, сонымен қатар көп балалы аналар, және әлеуметтік әлсіз топтағы азаматтар, бюджет мекеме қызметкерлері, сонымен жалғыз үй апатты болып танылған азаматтар бізде кезекке тұра алады. Енді рет-ретімен айтып, ұлы отан соғысы ардагерлер бізде кезекке тұрған кезде ол кісілерге кезексіз үй беріледі. 20-шы жылын мысалға алатын болсақ, биыл 2 соғыс ардагер кезекке тұрды, 2 соғыс ардагеріміз үймен қамтамасыз етілді. Одан кейінгі жетім балдар кезегіне тұрғызылатын болса, ол жетім балдар заң аясында опекун тағайындалғаннан кейін, қамқоршы тағайындалғаннан кейін 6 айда тұрғызу керек. Бізде бұл санат бойынша 1675 адам жетім балдар кезекте тұр. Заң бойынша, тұрғын үй қатынастар заңы бойынша әлеуметтік әлсіз топқа берілетін үйлердің 20% сол жетім балдарға беріледі. Заңда солай жазылған. Ал енді көп балалы аналарға кеп тоқтайтын болсақ, заң өзгерісіне байланысты 18 жылдың ортасында, аяғы мен 19 жылы көп балалы аналар өз жеке санатқа бөлініп шығып, қазіргі таңда бұл санатта 6517 отбасы тұр. Сонымен әлеуметтік әлсіз топқа келетін болсақ, әлеуметтік әлсіз топқа біздегі қалған санаттағы азаматтардың бәрі кіреді. Ол дегеніміз сөз толық емес: отбасы, мүгедек бала асыраушы, зейнеткерлер, экология зардап шеккен азаматтар, ұлы отан соғысы азаматтарына теңестірілген азаматтар жатқызылады, және де бірінші, екінші топ мүгедектері. Осы жерде айтып өтетін жағдай, үшінші топ мүгедектері кезекке тұру мүмкіндігі болмайды. Осы санаттарға жатқызған адамдар ғана өтініш бере алады, электронды түрде. Сонымен қатар қалада, Шымкент қаласының тұрақты 3 жыл тұруы қажет. Ол міндетті. Ол міндетті. Егер де 3 жыл Шымкент қаласында тұрмаған болса, ол база ол кісінің құжаттарын қабылдамайды. Сонымен қатар атында 5 жыл мүлік тіркелмеу керек. Тұрғын үй тіркелмеу керек. Жері болған жағдайда ол кісі тұра алады. Сонымен қатар тұрғын үй қатынастар заңына сәйкес бізге өтінім берген, оны қарап шығамыз, жазылған өкіметтен бір-ақ рет үй алынады тегін. Бұрынғы алған азаматтар болған болса, олар да ала алмайды. 5 жыл өткен болса да, басқа да нелер болатын болса, өкіметтен кезінде
бір рет алған азаматтар болатын болса тұрғын үйді, ол кісілер кезекке тұра алмайды. Енді жалпы соның нәтижесін қазіргі таңда бірінші желтоқсан жағдайы бойынша жалпы бізде 41.680 адам кезекте тұр. Бүгінгі таңға. Оның жеке санаттар бойынша айтып өтейін. Көп балалы аналар 6517, әлеуметтік әлсіз топта 13924 адам, жетім балаларда 1675, мемлекеттік қызметкерлерде 19537, және де жалғыз үй апатты болып танылған 27 азамат бізде қазір кезекте тұр. Енді осы кезектілікті біз жылда бір рет жаңалап тұрамыз, тексеріп тұрамыз өзіміз. Жаңада айттық, бізде база қазір 100% автоматтандырылған түрде. Сондықтан қандай да бір өзгеріс болып, адам өзінің санатын жоғалтқан жағдайда, болмаса да қандай да тұрғын үй қатынастарының заңына кезекке тұрмауға несі жоғалған жағдайда біз оны шығарып тастаймыз. Мысалы, биылдың өзінде 4572 азаматты біз кезектен шығардық. Ол деген сөз, үй алып қойған азаматтар, несиеге үй алған азаматтар шығарып жатыр, басқа елді мекен көшіп кеткен, болмаса жұмысын тоқтатқан, қайтыс болған, болмаса да қандай да бір себеппен санатқа жатқызылмау фактісі болған жағдайда азаматтар шығарып тастадық. Оны айтып өтетін болсақ, мысалы 4572 адам ішінде көп балалы отбасынан 689, әлеуметтік әлсіз топтан 1280 адам шығардық, және мемлекеттік қызметкерден 2485 азаматты кезектен шығардық. Және де жетім балалардан 114 азамат шығардық, оның 48-і биылғы үй алған азаматтар, қалғандар басқа Қазақстанның басқа өңірлеріне көшіп кетіп, сояқ кезекке тұрған азаматтарды шығарып тастап жатырмыз. Бұл жылына бір рет, жылда жаңалап тұрады кезектілігіміз. Және де енді жыл басынан басқармамыздан тарапынан атқарылған жұмыстарға тоқталатын болсақ, биыл 1596 пәтер берілді. 20-шы жылдың басынан қазір таңға. Оның санаттар бойынша тоқталатын болсақ, 2 соғыс ардагері алды, әлеуметтік әлсіз топтан 192 азамат алды, жетім балалардан 48, көп балалы аналардан 450, және де жас маманда жұмыс істейтін 94 азамат биыл кезекке алып, келісімшарттар тұрғызылып, қазір көшіп-қон жұмыстар толық аяқталды, құжаттану жұмыстары толық бітті. Жылдың соңына дейін бұл жұмыс өз жалғасын табады. Қазір таңда құрылыс басқармасынан тарапынан бізге үйлерді аяқтап ұсынғаннан кейін биыл жоспар бойынша 976 үй беру жоспарлаудамыз. Оны жіліктеп санаттарға бөліп айтатын болатын болсақ, әлеуметтік әлсіз топқа 298 берілу керек. Оны бағана жоғары айтқан заңға сәйкес жетім балаларға 60 пәтер кететін болса, әлеуметтік әлсіз топқа 238 пәтер беріледі. Көп балалы аналарға 378 пәтер, және де жас мамандарға 300 пәтер берілу жоспарлануда. Қазір таңда басқарма тарапынан осы азаматтарды құжаттар жаңалау бойынша біз жұмыстарын жүргізіп қойдық. Енді құрылыс басқармасы үйлерді сатып алу, мемлекет сатып алу заңына сәйкес үйлерді сатып алу және соғу жұмыстарын, өзіне қабылдау жұмыстарын өткізіп болғаннан кейін біздің басқармаға өтсек, біз тұрғын үй комиссиясына шығарып, сол үйлерді тарататын боламыз. Қазіргі кезде жастарға басымдық беріп жатырмыз да? Жастар баспаналы болу керек. Жас отбасы бар ма ондай категория? Жас отбасы категориясы жоқ, жеке өздері жеке бағдарлама бар. Жас мамандар 29 жасқа дейін мамандарды тұрғын үймен қамтамасыз ету былтыр басталды. 19 жылы бұл бағдарлама бойынша жоғары айтқандай соғылып үй тапсырылды, оны 94 азаматқа берілді. Оның негізгі мақсаты, негізгі талаптары 29 жасқа дейін жас аспау керек. Одан табысы, жеке табысы қазір таңға биылғы есеп бойынша 111 мың теңгеден төмен болмау керек. Сонымен қатар 2 жыл қалада тіркелу керек, және 2 жыл артында үй болмау керек. Бұл жерде енді бұл конкурстық неде өтеді. Қала әкім тапсырмасына сәйкес, мынау сыбайлас жемқорлық фактілерін азайту мақсатында биыл өте бір жақсы жаңалықтар деп айтуға болады. Шымкент баспана .kz-тен сайт аштық. Барлық құжаттар, басқа да бағдарламалар, бұрында қолма-қол тапсырылатын бағдарламалар, қазір қала әкім тапсырмасы бәрі электронды түрде тапсырылады. Үйден отырып тапсыруға болады. Енді мынандай жағдайлар бар да, қазіргі кезде жастар құжат апарып тапсыратын болса, үйде қандай да бір үлесі болса, мысалы әкесінің үйінде үлес пай бөліне ма? Пай үлесі ма? Ондай жағдайда не болады? Пай үлесі болатын болса, оны құжатты бізге тапсырады. Біз комиссияда ол қаралады. Пай үлестің нормативі болады. Өзіне тиісті үлесі. Егер де ол толыққанды қамтамасыз етілген санитарлық нормалар талаптарға сай келеді деп белгіленетін болса, ол кісілерге отказ беріледі.
Ал егер де жоқ, сай емес, норматив санитарлық нормаға сай келмейді дейтін болса, онда ол азамат қатыса алады. Қандай жағдайда сай, қандай жағдайда сай емес? Оны мына біздің санитарлық нормалардың талаптары бар. СЭС-тің заключениесіне қарап шығарылады. Яғни оны СЭС берді. Иә. Одан кейін қазіргі кезде мынау әлеуметтік желі болсын, басқа болсын, ең әуелгі мәселе бұған дейін болып келді. Дәл қазіргі жағдайда қандай екен, сіз тоқталып өтсеңіз, кезегі жылжыту деген. Бұрындары болды кезегі жылжыту. Мысалы 9 болса, танысың, тамырың болатын болса, кішкене тиын тебен берсе, кезек жылжиды деп жатты. Бұл өте өзекті де, бізде мына күнделікті алданып жатқандар көп бұндаймен. Иә, мен бұл айтатын күнделікті бұл сұраққа мен тап болып жатыр басқармада. Кейін азаматтан бәрі осы сұраққа келіп тоқталады, айтады, біздің кезегіміз міне 12-ші жылы тұрдық, 13-ші жылы тұрдық. Соған байланысты кезек басқа біреу менен кейін тұрған алып кетті, мен қазір ала алмай отыр, мен кезегім. Оған біз айтатынымыз, қазір кезек жылжытуға ондай мүмкіндік жоқ. Кезек жылжытылмайды. Себебі бізде қазір 100% автоматтандырылған, жаңа жоғарыда айтып өттім. Мысал есебінде, мысал көрсетті, мына қазір бізде мына Қазақстан бойынша электронды бағдарлама құрылған. Бұл жерде өтінім бергеннен бастап, азаматтар өтінім бергеннен бастап, минутына шейін толыққаны жазылады. Кезегі қойылады. Мен сізге қазір түсіндіріп өтіп, көрсетіп, біз арнайы жасаған болатынбыз. Мысалы, азаматта жаңа жоғарыда айтылған қандай да бір кемшілігі, заңға қайшы келетін мәселелер болса, мысалы, елегінде тұрғын үй басқа тіркелген болса, болмаса, мысалы, мына азаматтың мысалға алдық, бұл балдарын бізге тіркелген, бірақ өтініш берушінің қызы Шымкент қаласына тіркелмеген. Бұл да кемшілік. Мысалы, ол 4 бала шағам бар дейді, бірақ бір бала шағасы Шымкент қаласына тіркелмеген. Одан қалса, ондай жағдайда не болады? Мысалы, балдар бұл жақта емес, қазіргі кезде, енді сөзіңізді бөлдік, мынандай да бар ғой. Бір үйде көп балалы отбасы. Атасының қолына жібереді, әжесінің қолына жіберіп, ауылдық квота деген болады, сондай жағдайда. Заң жүзінде көп бала аналарға кімдер жатқызылады? Көп бала аналарға бірінші 4 бала және жоғары. Егер де 4 баланың ішінде біреуі 18 жасқа, кәмел жасқа толыққан жағдай болатын болса, ол көп бала аналарға жатқызылмайтын болады. Ол кезде кезекке тұра алмайды. Ал егер де кезекке тұрып қойған болып, кейін бала шағасы 18-ге толатын болса, ол кезектен алынбайды. Заңда солай жазып қойған. Ал тұрғызатын кезде әке шешесі, мынау отбасы туралы заңда да жазылған. Әке мен шеше бала 18 жасқа тұрған бірге тұру міндетті делінген. Біз сол заңға сәйкес қараймыз, және де ол бала шағасын қасына келіп тіркеудің өздері ол кісілер тіркеуге әрекет жасайды. Мына жалғастыра берсем. Мына базамызда осындай кемшіліктер болған жағдайда. Мысалы, бір кісілер айтады, біз топ мүгедектігіміз дейді. Бізде бұл база интегрированный, барлық мысалы көші-қон полициясымен де, жаңа мүгедектік шығаратын мекемелермен де бәріміз біріккен база. Мысалы, бірінші, екінші топ мүгедектігі басқа облыстың бірінші топ мүгедектігі, ол Шымкент қаласында тіркелмеуі мүмкін. Ол базаларды шығарады. Және де жоғары айтқанда Шымкентте 3 жыл тұрақты тіркелмеген болса, қызарып шығады. Сондықтан база құжаттарды қабылдамайды да, менің орынбасарым, комиссия мүшесі есебінде бір нені басуымен ол кісіге автоматтандырылған түрде жауап кетеді. Сіз кезекке тұра алмайсыз, себебі мынада өз көрсетеді. Мысалы, біз мысал есебін көрсеткенде республика қалаларда, бар қалаларда Астананың кемінде 3 жыл тұрғаны растайтын факт болмауына байланысты кері қайтарылған. Енді тағы бір мәселе. Жаңа сіз айтып отырсыз, кезек жылжиды деп. Мысалы, мынау программамыздың, бағдарламамыздың өте бір қолайлы мәселесі, екі азамат тапсырып, одан кейінгі азаматқа алдыңғы кезекте тұрған құжатын толық бітпегенше келесі азаматқа бағдарлама кіргіздірмейді. Ол деген сөзіміз, алдыңғы кезек ретімен кейін азаматтың құжатын толық аяқтамай, одан кейін тұрған адамға кіре алмайды. Сондықтан мынау қазір кезек жылжыту мәселесі деген, ол қазір ондай бізде мүмкіндік жоқ та, ол өте қатаң бақылауда. Тағы бір мәселе бар, бұл жерде өте орынды сұрақ қойып, менен кейінгі азаматтар алды деуі мүмкін. Ол қандай жағдайларда болады? Мысалы, жағдай болғанда, қазір мен жоғарыда айтатын, бізде бақытты отбасы деген бағдарлама бар. Бағдарлама іске асып жатыр, биылдың өзінде 285 отбасы алды. Оған кімдер қатыса алады? Біздің кезекте тұрған көп балалы отбасылар, толық емес отбасылар және де мүгедек бала асыраушылар. Біздің кезекте тұрған. Енді осы жерде мысал есебінде айтып өтейік. 285 адам алды, бізде кезекте тұр азаматтар. Ол ертең үйді алып болғаннан кредиттік үй алады. 2-10-20 бағдарламасы бойынша. Немесе екінші атау бақытты отбасы. Алып болған ол кісілер бізде кезекте шығады.
шығарылады. Ал енді адам мысалы 13 жылғы кезекте тұрған адам кредитке үй алды, тізімнен шығып кетті. Сол қатарлас, соның алдында тұрған азамат жылда ана фамилияны жаттап үйреніп қалған. Қарайды да, менен кейін пәленше тұр деп айтады, қарайды, оқиды, ол жоқ. Сонымен ой пайда болады. Менен кейінгі адам алып кетті деп. Ол заңсыз емес, ол заңды жүзінде алып жатыр. Тағы да бір мысал келтіріп өтейін. Мысалы 60 пәтерлі үй тапсырылады. 60 пәтерлі үй тапсырған кезде бір бөлмелі ішінде 15 болып, 2 бөлмелі 15 болады да, 3 бөлмелі 30 болады дейік. Мысалы 14-ші тұрған 2 азамат. 16-шы болып кезекте 2 комнаталыға бір отбасы тұратын болса, одан кейінгі 17-ші кезек тұрған адам 3 бөлмеге тұратын болса, енді қараңыз, 15 пәтер 2 комната беріледі, 16-шы азаматқа жетпейді. Оған кезек тоқтатып қоймайды. Ол келесі берілетін 2 бөлмеліге бірінші болып тұрады. Ал одан кейінгі 17-ші тұрған адамға 3 комната пәтер бар болуына байланысты жалғастырып беріле береді комиссиямен. Ал енді ол азамат жаңағыда жоғары айтқан 14 жылдан бері бірге оқып фамилияны данныны жаттап алған болады. Содан кейін ол алып жатыр, фактически алып жатыр, бірақ ол 3 комната алып жатыр. Сонымен адамда ой туындайды, менен кейінгі адам алып кетті деп. Ол заңсыз емес, ол заңды жүзде алып жатыр. Соны біз қазір халыққа түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз, өзіміз инстаграмдарға да оны жариялап жатыр. Сондай қалыптасқан жағдайлар бар. Ол заңсыз емес, заңды жүзінде алып жатыр, бірақ кезектен ол кісінің санаты да басқа, бөлме саны да басқа. Сондықтан сондай орындар алып жатқан жағдайлар бар. Бірақ ол заңды. Енді кезекке келейік. Қазіргі кезде көп балалы аналардың кезегі өтеді, жылда. Оған келісеміз, ал бірінші топ пен екінші топ мүгедектерінің баяу жылжиды. Сонда көзқарас қалыптасаттағыны мынандай, мен өткенде әлеуметтік желіде мына бір жазбанда оқып қалдым. Көп балалы аналар сияқты митингке шығып, баспана бер, басқада деген айқай-шу шығарса, оларға бірден кезек жаңағы мәселесі шешіліп жатады. Тұра алмайтын мүгедектер үндемей жатқаннан кейін өздерінің нәпақаларынан, үйлерінен, баспаналарынан қалып жатқан жоқ па деген сұрақты оқып қалдық. Бұған не айтар едіңіз? Бұл бойынша енді бұл өте орынсыз деп есептеймін. Жаңағыдай шуға шықса, митингке шықса шешіледі деген. Жоғары айтқанда, тұрғын үй қатынастар заңына сәйкес әрбір санатқа бөлінеді. Жылдық жоспарлау бойынша да мысалы қазір көп балалы аналарды бөлек санатқа шығарды. Ал сіз айтқан бөлек санатқа жатқызды, бөлек топ болды. Ал енді қазір әлеуметтік әлсіз топтың ішінде мен жоғарыда санап айтып өтіппін. Бірінші екінші топ мүгедектер соның ішіне кіреді. Ол кісілерге де мен енді аз беріліп жатыр деп айта алмаймын, бірақ көп баланы салыстырғанда сәл төменірек, бірақ жылда беріліп жатыр. Мысалы биылдың өзінде 238 пәтер әлеуметтік әлсіз топқа беріледі. Ал енді көп балалы аналарға жоспарлау бағдарламасына сәйкес жылдың басына бекітіледі, соған сәйкес беріліп келіп жатыр. Мен бұл санатта да былтыр 450 берілген болса, биыл жылдың басына енді биыл 378 беру жоспарлануда. Енді жаңа айтып өттік сөзімізде, жастардың қатты басымдылық беріп жатыр. Ең қол жетімді бағдарлама жастарға, әсіресе жастарға деп айтайықшы, қай бағдарламаны атап өтер едіңіз, және оның құжат тапсыруы, ерекшелігі, несімен қол жетімді, соған тоқталып өтсек? Бұл жастарға биыл 2009 жылдан бері жас мамандарға арналған арнайы бағдарлама шықты. Биыл 904 пәтер берілді. Биылда бұл жалғасын тауып 300 пәтер беріледі. Бұның тиімділігі жас мамандардың жұмысқа деп, ертең мысалы өз отбасын құруға үлкен мүмкіндік береді. 29 жасқа дейін қатыса алатын азаматтар. Бұның біз қазір бірінші мәселесі, жастар оны жақсы пайдаланады, жаңа айтқанда, жоғары айтқанда электронды. Бізге келу қажет емес, сотовый телефонмен, осы ұялы телефонмен де, үйде компьютермен де тапсыра алатын жағдай жасадық. Енді өрде басымдық неге беріледі? Басымдық өйді балық межемен есептеледі. Өз өкіметтен 100 приоритетіне дейді, жаңағы мамандықтағыларға жоғарғы не беріледі. Отбасы құрылған жағдайда бал жоғарылайды, бала шағасы болса бал жоғарылайды. Және де өз атқарып жатқан жұмысында қандай да бір жетістігі болса, оны да қосқан кезде бал жоғарылайды. Сондықтан оларға жақсы мүмкіндік беріледі. Енді бұл жерде айтып өтетін мәселесі, үй 5 жылға беріледі. 5 жылға мүмкіндік деген не? 5 жылда олар бізге 3 ай сайын отчет беріп тұру керек. Мысалы, жастар бағдарламасына қатысқан азамат үйді алғаннан кейін, өрде өте төлеу құны аз, 3,5 теңге мен 7 теңгенің арасы болады, 9 теңгелік бар, үйдің квадратурасына қарай аренда платасын төлейді. Бірақ 5 жылдың ішінде ол банктен бет есеп шот ашып сөйлеп ақша жинау керек. Келешегін ойлау үшін. 3 ай сайын бізге есеп беріп отыру керек. Депозит аштым,
бүгін мынанша ақша салдым. Бұл бұрында мысалы ол жас маман қай жерде тұрды? Квартира тұрды. Квартираға 60-70 мың теңге төлеп отырды. Әлі де сондай көп қой. Иә, содан мысалы алған бұрын төлеп отқан, ол қазір депозитке мүмкіндік беріп 5 жылдан кейін ол мемлекеттің жаңағыда бізде мысалы қазір 5-10-20 бағдарламасы бар, 5-20-25 бағдарламасы бар. Соған қатысуға мүмкіндік туғызады. Сондықтан сол 5 жылдың ішінде үй жинау, қаржы жинауға мүмкіндік деп беріліп, қанша жинау керек? Енді ол банктың бағдарламасына байланысты. Қай банктермен жұмыс жасайды? Енді қазір мысалы бағдарламалар жілік деп айтатын болсақ, бізде қазір өкімет тарапынан не жатқан бағдарламада 2-10-20 бағдарламамыз бар, бақыт отбасы, 5-10-20 бағдарламамыз бар, 5-20-25. Бұл 3 бағдарламада өзіміздің жыл сөздері банк арқылы. Ал 7-20-25 деген бағдарламамыз бар, бұл қаладағы 8 банкпен, коммерциялық екінші деңгейде 8 банкпен жұмыс жасайды. Бірақ оған жаңағыдай жинақ банкісі кірмейді. Бұларда кезекке тұру міндетті, иә? Бақыт отбасы мен шаңырақта. Иә, міндетті. Міндетті. Ал 20-25-те сіз кезекке тұрмасаңыз да баспаналы бола аласыз деген сөз ғой. Иә, баспаналы бола аласыз. Ол жерде бір негізгі несі атында үй болмау керек. Атында үй болмау және де бастапқы жаңа үй болу керек. Ана мысалы вторичный рынок дейді ғой, екінші бұрынғы ескі үйлерді алуға мүмкіндік жоқ. Тек жаңа үймен қамтамасыз ету мақсатында. Енді соғылып жатқан жаңадан тапсырылып жатқан үйлерден. Ал мынандай жағдайда мысалы жас бала 29-ға дейін тұрды, иә, кезекке дейін 20 жасар бала тұрды. Ол үйленген кезінде мысалы бақуатты я болмаса бір қыздың атында үй болып қалды. Ол кезде ол автоматты түрде үйден кезектен шығарылады. Шығарылады, иә? Иә, мен жаңа айттым ғой, 4572 адам шығарып тастадық дедік қой. Оның себептері жаңағыда атында үй пайда болып қалған жағдайда бізде айттық қой, база барлық немен бірге бірлескен. Сол жерде мысалы өзінің атында үй сатып алып, қайтып сатқан жағдай болатын болса да, біз шығаруға міндетті боламыз. Болмаса да басқа ауданға тұрғылықты несін ауыстырып қайтып келген жағдайда да шығару міндетті боламыз. Ол кезде автоматты түрде шығарылады. Иә, базада бізде көрінеді, мына азаматтардың бәрін басқа жақ көшіп кетті, атында үй пайда болды дейді да, біз оны базадан шығарып тастаймыз. Биылғы таңда жаңа айттыңыз, 40 мыңнан жоғарыда адам кезекте тұр. Иә. Жылына мынау пандемияның кесірі дейміз, биылғы індет дейміз, сол кездің өзінде бізде бір шама кезек жылжыған. Енді сіздер жоспарлайсыздар ғой. 2021-дің жоспарында қанша адамды қамту, қанша үйдің жаңағы салыну жоспарыменен қамту жоспары бар сіздерде? Қазіргі таңда 21-ші жылға пандемияны ескере отырып, құрылыс қарқынын бәрін ескере отырып, қазір президентіміз өз жолдауында айтып өткен жаңа бағдарламалар қабылдануы мүмкін. Ол қазір бағдарламалар министрлік деңгейінде атқарылуда. Сондықтан бізде қазір оның жоспары әлі нақтыланған жоқ, бірақ қазір жоспар бойынша 1,5 мың жалпы 1,5 мың пәтермен қамтамасыз етеміз деген жоспарымыз бар. Оның ішінде жоғары айтқанда көп балалы аналарға 450 жастарымыз бар, және де әлеуметтік әлеуетті 1,5 мың деп қазір жоспарлаудамыз, бірақ ол әлі нақтыланады. Нақтыланып, қазір бюджет бекітілгеннен кейін белгілі болады. Бізде қазір мынау енді нені эфирді пайдалана өтіп айтатын бір өзекті мәселенің бірі, бізде қазір бюджеттік мекеме қызметкерлері. Бюджет мекеме қызметкерлеріне нұрлы жер бағдарламасы бойынша үй соғылып жатыр. Ол 3 санатқа берілетін азаматтар: жастарға, әлеуметтік әлсіз топқа және де көп балалы аналарға. Енді қазір қала әкімінің тапсырмасына сәйкес біз қазір талдау жұмыстарын жүргізіп жатырмыз, ұсыныс береміз. Бюджет мекеме қызметкерлеріне үй соғу мәселесі қарастырылуда. Бұл сұрақ ертең сіздердің эфирге шыққан кезде бұл сұрақ туындайды. Бюджетниктер не болады, соны алдын ала жауап беріп айтқан мәселем. Қазір қала әкіміне бұл ұсыныс берілді. Қала әкімі тапсырма берді. Біз тиісті басқармамен қазір есептеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Келесі жылы құрылыс жұмыстары басталатын болса, бұл кезекте өз жылжитын болады. Бірақ қазіргі таңда бұл өкіметте бюджетте тұрған мекеме қызметкерлерге мынау жеңілдетілген бюджет несиелік бағдарламалар. Оларға айтып өтетін болсақ, енді бағдарламаларға тоқтап өтсем, бақыт отбасы дейді, 2-10-20 бағдарламасы. Бұған кімдер қатыса алады? Біздің кезекте міндетті тұратын азаматтар, бірақ 3 санат қана. Көп балалы ана, толық емес отбасы, мүгедек бала асыраушы. Биылғы 285 азамат отбасы қамтамасыз етті. Оның 144 көп балалы ана, 80-і толық емес отбасы және 61 мүгедек бала асыраушылар үймен қамтамасыз етілді осы бағдарлама бойынша. Келесі саты. Бұл бағдарламада
өзіндік кірісі 61.000 теңгеден отбасына шыққанда аспау керек. Егер 61.000 теңгеден асатын жағдай болатын болса, олар келесі сатыда 5-10 шаңырақ бағдарламасына қатыса алады. Шаңырақ бағдарламасына ол да біздің кезекте тұрған азаматтар, бірақ ол жерде шектеу жоқ. Біздің кезекте тұрған болса болды. Бірақ 101.000 теңге, бүгінгі таңға 101.000 теңгеден асып кетпеу керек. Отбасына шаққан кездегісіне. Ол деген сөз айлық есеп көрсеткішінің 3/1 көрсеткіші. Бұл өзі нұрлы жер бағдарлама. Егер де 3/1-ден асып кеткен жағдай болатын болса, 5-20-25-ке, болмаса 7-20-25-ке қатысу. Бұл жерде адамның табысына қарап бағдарламаны реттеп қойған. Осына бағдарлама жұмыс атқаруда. Қорытындыласақ, бізде облыс орталығы Түркістан облысы болып көшкелі, біраз адамдардың кезегі өзгерді. Бұл реттелді ма? Жоқ, әлі де реттеу жұмыстары жүріп жатыр ма? Енді бүгінгі таңда мен бағана жоғары айтып өткендей, мысалы 2485 адам, сол біздің кезекте мемлекеттік қызметкер, бюджет мекеме қызметкер тұрған 2485 адамды кезектен шығарды. Оның көбісі Түркістан облысына көшіп, сол жерден кезекке тұрған азаматтар. Бұл жылма-жыл жаңаланып тұрады, бұл тоқтап қалмайды. Келесі жылда, 21-ші жылда бізде өз межеміз қойып жатық, наурыз айынан кейін, сәуір айынан бастап қайта түгенде жұмыстарын жүргіземіз. Енді бір жылдың ішінде көшіп кеткен тағы да нелер болса, оны тағы шығарып отырамыз. Артында үй пайдада болған азаматтарды бағана жоғары айтқан кім санатын жоғалтып, болмаса қандай да бір мәселеге, тұрғын үй қатынастар заңына кезекке тұруда мүмкіндігі жоқ азаматтардың бәрін біз кезектен шығарамыз. Енді жағдайлар болып жатыр, бір азаматқа біз сотпен қайтып орнына қойдық, ол себебі көшкен кезде баласының денсаулығына байланысты 6 ай Нұр-Сұлтан қаласына ауыстырған. Емделуіне байланысты. Ондайда соттың шешімімен ғана біз қайтып орнына қоя аламыз. Басқа қайтып орнына қою, кезегін қалпына келтіру мүмкіндігі жоқ. Біз қазір ұсыныс беріп жатырмыз, 2-10-20 бағдарламасын шектеуін азайту, алатын азаматтардың несін кеңейту бойынша. Жаңа айтқанда 3 категория емес, жалпы 61.000 теңгеден мысалы сол көрсеткішке жетпеген азаматтар, мысалы біздің бюджет мекеме қызметкерлері бар, олар әрі көп балалыға да жатады, бірақ кезекке осы бюджет мекеме есебінен кезекке тұрған. Болмаса мысалы техперсонал деп айтылады, сол кісілерде мысалы кредит, одан жоғары кредит алуға мүмкіндігі жоқ адамдарға осындай мәселені қарастыру бойынша ұсыныс беріп жатырмыз. Енді қазір жаңалық деп қаңтар ақпан айларында өкімет тарапынан өзгерістер болған кезде, сол қағаз келген кезде айтқанымыз дұрыс деп естиміз. Қазір бірінен айтсақ, ертең ол өзгеріспен келіп қалатын болса, жағдай дұрыс мәлімет болмай қалуы мүмкін деп есептеймін. Енді жалпы осы айтылып отқан мәселе жаңағыдай өзекті мәселе, біз енді жұмыста күнделікті деп отқанымыз кезек жылжымайды деген мәселені енді айтып түсіндірдік. Ол 100% автоматтандырылған. Оны кезек жылжытып жатыр. Бізде енді әртүрлі әңгімелер келеді, біреуге ақша бердім, кезегім жылжып кетті. Ондайға қазір жол жоқ, ол мүмкіндік, оны ешкім істей алмайды. Сондықтан қала тұрғындарына айтамын, кезекте тұрған азаматтарға алданып қалмасын. Ондай қазір мүмкіндік жоқ. Мұны автоматтандырылған түрде жаңа өздеріңізге көрсеттім, тұрғын үй қатынастар заңына сәйкес бәрі автоматтанып кезек реттілігімен алынады. Ғалымжан мырза, онда істеріңізге сәттілік, береке. Рахмет. Ал құрметті көрермендер, ең өзекті деген сұрақтардың жауабын біз алдық. Егер де қандай да бір сіздерді толғандырған сұрақтар болса, жазыңыздар, біз жауабын беруге, жауабын іздеуге қашанда дайынбыз. Сау болыңыздар.